Қазақ тілі 4-ші сынып бөлімнің атауы өз көзқарасымды білдіремін. 24-ші сабақ. Қайырлы күн оқушылар, қазақ тіл сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы сөз тіркесі. Осы сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттары каллиграфиялық нормаларды сақтау және жазу техникасын жетілдіру. Балалар, 43-ші тапсырмаға назар аударайық. Сөйлемдерді оқып, көшіріп жаз. Кішіпейіл бала үлкендерді үнемі сыйлайды. Сөйлемнен тұрлаулы мүшелерді көшіріп жаз. Баяндауыш арқылы бастауышқа сұрақ қой. Кім сыйлайды? Бала сыйлайды. Сөйлемнен бастауышты оған қатысты тұрлаусыз мүшелермен бірге көшіріп жаз. Тұрлаусыз мүшеге бастауыш арқылы сұрақ қой. Қандай бала? Кішіпейіл бала. Сөйлемнен бастауышты өзі қатысты тұрлаусыз мүшемен бірге көшіріп жаз. Баяндауыш арқылы тұрлаусыз мүшелерге сұрақ қой. Кімдерді сыйлайды? Үлкендерді сыйлайды. Қалай сыйлайды? Үнемі сыйлайды. Балалар, жаңа ақпаратпен жұмыс. Сөз тіркесі неден құралады? Сөз тіркесі басыңқы және бағыңқы сөздерден тұрады. Сөз тіркесінің құрамындағы сөздердің байланысы сұрақ қою арқылы анықталады. Сұрақ басыңқы сөзден бағыңқы сөзге қаратып қойылады. Неден жирену? Жаманнан жирену. Қандай дос? Адал дос. Нешінші рет? Екінші рет. Балалар, сіздерге түсінікті болса, 44-ші тапсырмаға көшеміз. Сөз тіркестерін оқып, мағынасын түсіндіру. Жібек орамал, өзеннің жағасы, жуас ат, сөздің мағынасы, қалың қарағай, кең сарай. Астындағы тапсырмаға қараймыз. Екі сыңарлыда зат есімнен жасалған тіркестерді бағанның сол жағына, бірінші сыңары сын есім, екінші сыңары зат есімнен жасалған тіркестерді бағанның оң жағына жазамыз. Балалар, өзің қалаған тіркесті қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсет. Бәрекелді балалар, 46-ші тапсырмаға көшеміз. Мәтелді оқып, жатқа жаз. Өтірік сөз өрге баспас. Сөйлемдегі сөз тіркестерін сызбамен көрсет. Сөз тіркестерін дұрыс тапқаныңды дәлелдеп көр. Тамаша, сендердің жауаптарың менің жауаптарымен дәл деп ойлаймын. Олай болса, 47-ші тапсырмаға қараймыз. Берілген сөз тіркестерін пайдаланып, ана тілің арыңбұл тақырыбына әңгіме құра. Сөз тіркестері: менің отаным, мемлекеттік тіл, ұлт өкілдері, көп тіл, тілді білсең, қазақ тілі. Балалар, осы сөз тіркестерді қатыстыра отырып, ана тілің арыңбұл тақырыбына әңгіме құраймыз. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы ары қарай өздеріңіз орындаңыздар. Менімен бірге болғандарың үшін рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.